Баласына мағыналы ойыншық іздеген ата-анаға құлақ қағыз. Бүгінде әлемдік трендке айналған спиннер ұлттық нақыштағы жаңа бейнемен жаңғырып, дүкен сөрелерінен де орын алып үлгерді. Енді жеткіншектеріміз қошқар мүйіз оюымен көркемделген алтын түстес айналмалы құралмен ойнай алады. Спиннердің танымдық құндылығы сол, бір жақ бетінде шаңырақ бейнеленіп, келесі тұсында 300 атаулар жазылған. Әрі ойыншық, әрі кәдесый ретінде жасалынған спиннердің бір данасы 6000 теңге тұрады. Арзандарын алдық, 2-3 ойнап болды. Ол жай мынандай нелермен жасалғандар. Мынау енді маған өте ұнады. Сапасына да лайық, өзі де қазақша, өзі де қазақша нақышта өзіміздің. Ұлттық нақыштағы спиннерді қызыға тамашалағандар көп болды. Бағасын қымбатсынған тұрғындар да бар. Сапасы өте жақсы, сапасы жағынан ешқандай мен айтып атқан адамдар жоқ. Болашақта бірақ енді бағасы жағынан осыны жаңа сөйлесіп отырмыз, бағасын төмендетуге. Өйткені өзіміздің қазақтарға қолжетімді болу үшін. Қазақ спиннері Досан Қаумен, Салтанат Мінайхан, Талғат Саханов, Құлан Исмаил атты 4 жігіттің бірлескен жобасы. Шетелдік қымбат технологияның көмегімен жасалған өнім жоғары сұранысқа ие болып жатса, бағасы да бірізге қойылмақ дейді өздері. Өнертапқыштар Экспо 2017 көрмесінің логотипі бейнесіндегі мынадай кәдесыйды да ұсынып отыр. Бұл еліміздегі ең маңызды шараға арнаған тартуымыз дейді. Айтуларынша спиннер көрмеге жиналған шетелдік қонақтарға арналған жай ғана кәдесый емес, ұлттық құндылықтарды насихаттайтын эксклюзивті бұйым. Экспоға келген 5 миллион туристің қолында осы экспоға арналған спиннермен біздің қазақ қошқар мүйіз ойы жүрсе, ертең біздің қазақтың мәдениетінің, қазақтың атының шығуына бір тамшы мен тау дейді ғой, тамшыдай болсын өзіміздің әсерімізді тигізсек деген ой. Осы идеяда жандық, сол идеяны былай айтқанда алып шығуға бар жан тәнімізді салып жұмыс істедік. Әлемдік тренд болып келді. Енді сол трендтің қатарында неге біздің өзіміздің ұлттық нақыштағы спиннерлеріміз жүрмеске деп, сол біздің өзіміздің спиннерлерімізде бәйгеге қосқан жайымыз бар. Енді өте қуаныштымыз, және де оның аяқ алысы жаман емес. Қазақ спиннер деген атаумен жарыққа шыққан айналмалы құралды балалар ғана емес, үлкендер де кәдесый ретінде алып жатыр. Шетелдегі қазақтарда қызығушылық танытып отырған көрінеді. Өнертапқыш жігіттердің балаларға тартуы мұнымен бітпейді. Жақын күндері асық қыран бейнесіндегі спиннерлермен отандық және шетел нарығын бағындырмақ ниетте. Айнұр Қалдыбайқызы, Денис Пелекиди, арнайы Таңшолпан.